Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін видео ойындардағы танымалды мифтерді талқылаймыз. Күлкілі, қорқынышты. Осы мифтер кезінде көбісін шулатқан. 10-шы орында Tomb Raider. 1996 жылы Tomb Raider ойындар дамуына үлкен үлесін қосқан. Индиана Джонс секілді бұл жас қыз туралы ойын өте атмосфералы болды. Бұл жерде ежелгі қалалар, тастар және динозаврлар бар. Лара Крофт ойын иконасы болды. Шытырман оқиғаларға толы ойын екеніне ешкім күмәнданбайды. Ойыншыларды осы кейіпкер назарларында ұстады. Сүйкімді фигуралы кейіпкер. Уақыт өте осыған байланысты түрлі мифтер пайда болды. Осындай бір мифке сенсек, Лара Крофтты шешіндіретін код бар екен. Алайда ондай код ешқашан болмаған. Ал адамдар ғаламтордан іздегендер көп болатын. Табылған кодтар ойынға келетін, бірақ шешіндірудің орнына басқа нәрселер беретін. Араларыңызда Herobrine жайлы естігендер бар шығар деп ойлаймын. Бұл негізі таза өтірік және ойынның ішінде осыған қатысты ештеңе жоқ. Миф қалай пайда болды? Бір жігіт Minecraft форумында ойында қорқынышты кейіпкерді көрдім деп жазады. Сөйтіп картада идеально жасаған пирамида және оның жанында тиянақты кесілген ағаштарды табады. Жалғыз ойнағанда осы картада тоннель болады. Жігіт форумға кіріп, тағы кім осы кейіпкерді кездестірді деп сұрайды. Көбісі осы идеяны түрлі сайттардан іздей бастайды. Сөйтіп, ол кейіпкерді ойынды әлсіз сапаға түсіріп, туман кезінде көруге болады дейді. Уақыт өте келе Herobrine'ді әртүрлі қорқынышты сипаттарымен форумдағылар сипаттай бастайды. Біреулер оны ойыншыға туманнан қарап тұрады десе, басқалары ол кек алушы елес дейді. Ойыншыны үңгірге қамап қоятын. Миф өте танымал болды және Herobrine деп Википедиядан көрсек, ол жайлы ең алғашқы видео миллиондаған көрермен жинаған екен. Ойыншылардың өкінішіне орай ойынды жасаған адамдар ойында ешқандай Herobrine жоқ деп баяндайды. Rockstar студиясының ойындары әрқашан мифке толы. Соның бірі Red Dead Redemption. Мифтер ойында аз емес. Мысалы, Loch Ness монстры, Елес жылқысы және тағы басқа. Алайда ең танымал миф ол ойындағы қасқыр адам. Оборотень. Ойыншылар West Elizabeth картасында табуға болатынын айтады. Ай толған түні. Өкінішке орай бірнеше фотодан басқа ақпарат жоқ. Телефон камерасымен түсірген сияқты. Негізі бұны фотошоппен жасаған оңай. Осыған қарамастан ойыншылар осыған сенді. Сол картаны зерттей бастайды. Және бір үңгірді тауып осы жерде шығар дейді. Үңгірдің ішіндегі жануарлар қалдықтары ойыншыларға тыныштық бермеді. Ақыры мыңдаған сағаттар ойнап, зерттеп, адамдар жай миф екенін түсінеді. Ешқандай құбыжық жоқ, ал үңгір аюдікі болып шығады. Kill Switch ойыны Karen Corporation компаниясымен 1989 жылы жасалған ойын деп есептеледі. Сол кезде ойын көшірмесі 5-10 мыңдап шыға бастады. Бұл ойын survival horror жанрының бастамасы дейді. Ойында екі кейіпкерді таңдауға болады, қыз және жігіт. Бұл жерде көмір шахтасын өту керек, ойынды аяқтау үшін. Түрлі құбыжықтарды өлтіріп. Бір кезде ойын қатқыл дискідегі өзін және өзіне қатысты ақпараттарды жоя алады деген ақпарат шығады. Сөйтіп бір ғана көшірмесі табылады. Ямаото Юричи деген адам соны бірнеше мың долларға сатып алады. Ойын геймплейін көрсету үшін. Бірақ YouTube'да Ямаото столда ары-бері теңселіп, жылап отырған видео пайда болады. Бұл рас па жоқ па айту қиын, алайда батыс елдерінде бұл танымал миф. The Legends of Zelda сиқырланған деген ақпарат 4chan сайтында пайда болды. Бір жігіт осы ойынды 4chanда қалай тапқанын айтады. Картриджде тек қана Majora деген жазу болған екен. Ойынды қосқанда сақталған ойын бар екенін көреді. Ben деген жазуы бар. Ол сақталған ойынға қарамай жаңа ойын бастайды. Бірақ кейіпкерлердің оны Ben деп айтатынын байқайды. Сол кезде ол сақталған ойынды өшіріп,
қайтадан жаңа ойын бастайды. Сонда ойын біртүрлі болып кетеді. Өлеңі керісінше ойнап, ал кейіпкерлер қорқынышты түрімен ойыншының артынан жүреді. Ақыры Бен деп сақталған ойын қайтадан шығады. Жанында Drowned деген тағы біреу. Аудармасы батып кеткен. Осы сөздер шыққанда басты кейіпкер қайта-қайта өле береді. Ал экранда «Сені қорқынышты өлім қарсы алды, солай ма?» деген сөз пайда болады. GTA San Andreas ойынын ойнағандар Jetpack не екенін білетін шығар. Бұл қалада ұшуға көмектесетін ранец. Көбісі GTA 5-те де осындай болады деп үміттенеді, алайда ешқандай миссияда Jetpack болмады. Бірақ Чилиад тауында Jetpack'тың суретін көруге болады. Содан кейін адамдар барлық картадан Jetpack іздей бастайды. Осыған байланысты түрлі видеолар YouTube'та қаптап жүр. Rockstar Jetpack'тың бар екеніне түрлі намектар қалдырған. Соны көріп, түрлі мифтер шыға бастады. Өкінішке орай, Jetpack ойында болған жоқ. Алайда Jetpack'пен Лос-Сантоста ұшуға болатын модтар көбейді. И тағы GTA San Andreas. Бұл ойында қорқынышты мифтер бар. Jetpack жайлы 2 жылда ұмытылып кетсе, San Andreas'тегі аңыздар актуалды болып қалды. Ойындағы бірнеше мифті көрейік. Бірінші миф, ойында Бигфутты табуға болады. Снежный человек. Бұл мифтің рас екенін дәлелденбеді. Ойыншылар Бигфутты көрдік деп қайталай береді. Дәлел ретінде көрсетілген скриншот, видео, фотолар өтірік болып шықты. Rockstar Games студиясы ойында Бигфут жоқ деп баяндайды. Бірақ ойыншыларды бұл тоқтатпады. Ойындағы бір тауда Бигфуттың іздерін көргендерін айтады. Тағы бір миф НЛО жайлы, ұшатын тарелка. Бұл миф Бигфуттан да танымал болып кетті. Өзге ғаламшарлар жайлы ойында тура және бұлыңғыр мағынада ақпараттар кездеседі. Сан Андреастегі шөлде 69 зонасы, үлкен құлақ станциясы және тағы басқа жерлері бар. Алайда ойында ешқандай НЛО жоқ болып шығады. Сөйтіп, ойыншылар аспанда ұшып бара жатқан денені НЛО деп қабылдайды. Алайда ойын авторлары ұшақтың жарықтары мен ойыншыларды таңғалдырғысы келген шығар. Әсіресе түнде. Не десек те, бұл мифтер танымал болғаны сонша, Rockstar ойыншыларды қалжыңдап мазақтайды. Осының барлығын келесі ойындарына қосу арқылы. Мысалы, Red Dead Redemption ойында Бигфутты өлтіру тапсырмасы бар. Оны орындасақ, 6 жыл жасалды деген жетістік беріледі. Shoot me, human! Shoot me! Make it stop! Жоғарыда айтылған GTA 5-те де НЛО пайда болады. Оны ойынды 100%-ға өтсек және түнде ауа райы бұзылған кезде Чилиад тауында көруге болады. Және Бигфут та ойында бар, бірақ ол жай ғана киініп алған жігіт болып шығады. I just did. Shoot me, human. Make it stop. I just shot your ass and stopped. I'm the last of my kind. Yeah, evolution is a bitch. We've lived in these woods 1,000 years. Man, wait a second. It's just a fucking mask. Make it stop, human. Man, shut the fuck up with that bullshit. Осылай Сан Андреасте миф өте көп. Елес көліктен бастап, адам өлтіргіш клоун және акула. Бұның бәрін талқылау өте көп уақыт алады. 1996 жылы кішкентайлардың өз-өзіне қол жұмсау деген ақпарат тез тарады. Жастары 7-12 аралықта болды. Кінәлі деп Покемон ойынын айтады. Әрине, балалар ойынды алып бермеді деп қол жұмсаған жоқ.
сол ойында қайта-қайта бір жерге әкеле бергендіктен дейді. Бұл жер Ливандава қаласы. Ойыншы осы қалаға келгенде қорқыныш өлең ойнайтын. 100-ден аса балалар Японияда өлген деген ақпарат шығады. Осы өлеңді естігендер. Ойнағандардың бастары ауырып, ал екінші кезеңдегі покемон Live now, жайма қалдыр деп айтады дейді. Японияда көбісі осыдан қорықты, ал Nintendo компаниясы келесі ойында өлеңді өзгерткен екен. Осы миф рас па жоқ па, оны әлі талқылайтындар бар. Fallout 3-те бірнеше радиостанция бар. Ойынды жаман ретінде өткендер Тридокты өлтіріп, оның орнын еден жуушы Маргарет басатынын біледі. Ол Тридок секілді қызық емес, аз сөйлейді, өзінің жұмысына мәз емес сияқты. Және ол адамдар арасында жүрмейді, сол үшін оны өлтіру мүмкін емес. Тридокты өлтіргендер Маргаретпен қалады. Кейбір ойыншылар радиостанциядан сандардан құралған шифр бар екенін табады. Ол бір хабарламалар, және шынайы өмірде де олар бар екен. Қалай және не үшін Википедиядан көрсеңіздер болады. Радиостанцияда сандарды есту үшін бұлай істейді. Біріншіден, Вашингтонда берілген Тридоктың тапсырмасын орындамаймыз. Екіншіден, Тридокты өлтіреміз. Үшіншіден, Анклава базасын жоямыз. Осыны орындасақ, радиостанциядағы сандардың шығуын естиміз. Бірақ бұл миф көбісінің қолынан келмеді. Алайда жолыңыз болса, сигнал жоғалды және сигнал табылды деген сөздер пайда болады. Содан кейін станцияға барып Тридоктың дауысын естуге болады. Адамдар осының шешімін іздегенде мағынасыз, бірақ қызықты сөздер табады. Бүгін машинамды жудым, Қытай кеспесіне тапсырыс берейік, немесе ютубтан қаңғыбасының жұмыртқасынан тепкенімді көрдің ба дегендей. Осыларды естігенде бұл шынайы өмірге қатысы бар екенін көреміз. Кейбір хабарламалар қорқынышты. Мысалы, Ханшайым бүгін өлді, осы кезде біз бірміз, өзімізді британдық деп есептейміз. Википедияның айтуынша, бұл хабарламалар Гарри Колманның өлімін мерзімін болжайды. Бір хабарда бұл не базар, сені сағындық дейді. Бұл сөздер Гарридің көп айтатын сөздері еді. Кодтарда жасырынған сандар оның өлетін датасын көрсеткен екен. 12.05.52.8.20.10 12.05 ол уақыт, сағат. 28 мамыр ол өлген күні, 2010 жыл. Ойын 2008 жылы шыққан. Келесі код 94.54.20.20.10. Теңіз ортасындағы мұнайдың жануы, ол Deepwater Horizon платформасы. 4 сәуір 2010 жылы болды. Адамдар тез арада басқа да шифрларды іздей бастайды. Өте көп шу болды. Сөйтіп, осыдан шаршаған Википедия админы сандарға қатысты барлық ақпараттардың жояды және сайтқа ерекше софт салып тастайды. Әрине, бұның барлығы бос сөз сияқты. Оған дәлел көп. Ойында станциялар бар, алайда бұл оқиғалар жай ғана ойдан шығарылған болып шықты. Ешкім ешқашан бұл шифрларды таппаған екен. Ойын авторлары керемет ақпарат екен, алайда ол өтірік деп баяндайды. Полибиус жайлы мүмкін ойыншылар арасында өте ескі миф шығар. Оны даже Симпсоны мультигінің бір сериясында көрсетеді. Полибиус ол аркада ойыны. Портланд қаласында 1980 жылдары шыққан. Автоматтың сырты толығымен қара түсті, ал логотип жасыл түсті. Ол классикалық атыспақ ойыны болатын. Аңыз бойынша ойынның кесірінен адамдар түрлі аурулармен ауырып қалатын. Амнезия, жүрек айну, паранизм, бас ауруы, түнде қорқу, тағы басқалар. Кейбіреулері автоматтан алшақтап, сол жерде жүрек ауруымен құлайтын, кейде өліп кететін. Және ойында қара киім киген адамдарды көрдік дегендер шықты. Сөйтіп, бұл автомат мемлекеттік жасырын эксперимент деп қарайтын болды.
Бұл шынымен солай ма, әлде жоқ па белгісіз болып қалды. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.